Сүлеймен мен құмырсқаның қиссасы. Бір күні Сүлейменнің әскерін көрген құмырсқалар патшасы әскеріне дереу інге тығылыңдар деп бұйрық берді. Сүлеймен күліп, «Ей, неге қаштыңдар?» деді. Құмырсқа, «Әскеріңмен бізді таптап кетпес үшін» деді. «Онда сен неге қашпадың?» «Мен басшымын. Елге қиындық келгенде есі дұрыс патша жан сауғалап қашпас болар. У ішсең руыңмен» деген деді. Сүлеймен таң қалып, «Өзің жәндіксің, даналықты қайдан білесің?» деді. Құмырсқа, «Құдай ілімді саған ғана берген деп ойлама. Ұлық Алла даналықты қалаған құлына ғана береді, ал мал мүлікті қаламаған құлына да бере береді» деді. Сүлеймен оның ақылына риза болып, әңгімеге тартқысы келді. «Алладан ілім ғана сұрағанша, неге мен сияқты билікті де қоса сұрамадың?» деді. «Ең ақылды адам, ел билеуден аулақ болған адам. Алладан болмасты сұрамадым. Бір ретте ұлық Алла менен, атыңды Сүлейменнен асырайын ба, әлде жасырайын ба?» деп сұрады. «Бұл дүние, о дүниенің көлеңкесі. Желмен жарыспа, көлеңкені қума» деген. «Болмасқа толмасқа мақсатты салмайын» деп, дүниенің атақ даңқынан өзім бас тарттым. Атақ пен даңқ өлген кісіге пайда бермейді, бірақ тірі адамға өлгенше тартқызатын азабы бар. Алла маған онсыз да мекендеуге 40 қабат жердің астын берді. Қаламасам да 40 рулы елге басшы қылды. Ынсап сайын береке. Маған осы жетеді. Ұлық Алла саған не берді, Сүлеймен?» деп сұрады құмырсқа. Сүлеймен сасып қалып, 18.000 қаламның билігін берді. Ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда деп жұдырығын көрсетті. «Әй Сүлеймен, ақылды адам жұдырықпен ел басқармайды. Ел ақылыңа байланады, махаббатқа маталады. Басқа қандай құдіретің бар?» деді. «Алла тағала желді құзырыма берді. Ерттеп мініп бір күнде бір айшылық жол жүрем». «Ей, Алла желді не үшін бергенін ұқпадың ба? Бұл дүниенің ісі жел сияқты жылдам өтеді. Көзге көрінбейді, қолда тұрмайды. Мұндай тұрақ жоқ желді мінгенше, білім пырағына мінгеніңде, көзді ашып жұмғанша, аршы, күрсі, ғаршы әлемінің бәрін аралар едің. Тағы нең бар мақтанатын? Алтыннан жасалған тағым бар. Әй, отыруға жерде жетеді Сүлеймен. Алтын баянсыз, билігіңнің баяны болмайды екен. Басқа қандай құдіретің бар?» «Жер жүзіндегі жын мен періні құл еттім. Жын пері күл қоқысты мекендейтін зұлымдыққа жаны құштар мақұлық. Олардың адамға пайдасынан зарары көп. Одан да Алланың бүкіл қызметіне алаңсыз қараушы періштемен дос болғаның абзал. Жарайды, тағы не артықшылығың бар?» «Қасиетті жүзігім бар. Алла барлық билікті осы жүзікке сыйғызды». «Әй Сүлеймен, Алланың алдында сенің билігің бір түйір тас екен. Оған мақтанба. Алла қаласа билікті кез келген пендеге бере алады. Жүзігіңнен айырылсаң, сенен өткен бейшара жан табылмас» деді. Сүлеймен сөзден жеңілді. Өзін жұрттан артық, елден ерек, ақылды деп санағанына ұялып қалды. Құмырсқа Сүлейменге, «Әскеріңе айт, бізге қонақ болсын, осында түнеңдер» деді. Сүлеймен, «Әй құмырсқа, бізді қалай күтесің? Тойдыруға азығың жетпес» деді. Құмырсқа ініне кіріп, шегірткенің артқы аяғын алып шықты. Сүлеймен, «Мынау не?» деді. «Саған және әскеріңе тамақ. Шегірткенің бір аяғымен бізді қалай тойдырасың? Тойымдықты Тәңір береді. Алып құж Нұқтың жарты шелпек нанына тойған. Үй иесінің асына емес, ықыласына қара деген. Қарын тамаққа тоймаса да, қабаққа тояды.
берген асының қуаты кешке дейін жетпейді, бірақ көрсеткен ықыласы мәңгі бақи естен кетпейді деген, деді құмырсқа. Сүлеймен де, әскері де шегірткенің артқы аяғына тойып қалды. Құмырсқа ініне кіріп, 2-3 арпа дәнін алып шықты. Сүлеймен, мұны не қыласың деп сұрады. Енді аттарыңды жемдеймін. Сенің алдыңда даңқы жер жарған Сүлеймен деген патша өткен. Соның қапшығы жыртылып, арпасы шашылған. Бұл жарықтық сол патшаның көзі. Мұнымен саған дейінгі 10 Сүлейменнің атын жайлап едік деді. Менен өзге де Сүлеймен деген патша болған ба деп сұрады пайғамбар. Ей Сүлеймен, Құдайдың сенен басқа Сүлеймені жоқ деп кім айтты? Ұлық Алла қаласа, сендей Сүлейменнің мың-мыңын жаратады. Дүниені жалпағынан басқан жалғыз менмін деп масаттанба деді. Сүлеймен сөзден жеңілді. Сүлейменді ұйқы қысып, көзі ілініп кеткенде Мәзере құмырсқа: «Әй Сүлеймен, сен ұйықтап қалдың ба?» деді. «Иә, мойныңда зіл батпан міндетің бар. Қалайша алаңсыз ұйықтайсың? Мен де бір елдің патшасымын. Бүкіл жұртымның тағдыры мен тіршілігі мені уайымсыз отырғызбайды. Елімнің қам қарекетін түгендемей, төсекте тыныш жата алмаймын. Қол астындағы халықтың ауру сырқауы болса, сауығуына жағдай жасаймын. Аш жалаңаш болса, ас ауқатына қарасам. Әрбір құмырсқаның қайғысына да, қуанышына да ортақтасуға тырысам» деді. Сүлеймен содан бастап, халқы тыныш болмаса, өзі де тынын таппайтын күй кешіпті. Ертеңіне Сүлеймен жолға шығайын деп жатқанда Мәзере құмырсқа: «Сүлеймен, бір қолқам бар» деді. «2 құлағым сенде» деді пайғамбар. «Бұдан бұлай әскерің қызыл жала ұстап жүрсін. Қызыл түсті көргенде әскеріңнің аяқ астында тапталып қалмас үшін біз жол беріп қашайық» деді. «Дегенің болсын» деді Сүлеймен құмырсқамен қоштасып тұрып. Содан бері Сүлейменнің әскері қызыл жала ұстап жүретін болыпты. Құмырсқалар да әліге дейін қызыл жалау көрсе, індеріне барып тығылады екен. Сүлеймен бірде Мәзере құмырсқадан: «Әй құмырсқа, басың неге дәу?» деп сұрайды. «Себебі көп ойланамын» деп жауап берді құмырсқа. «Құйрығың неге үлкен?» «Өзімнен 7 есе ауыр затты көтерем, қайратым мол». «Белің неге жіңішке?» «Қанағатшылмын». «1 жылда қанша азық жейсің?» «1 жылда бидайдың 1 дәнін тауысам». «Ендеше көрейін сенің қанағатшылдығың» деп, Сүлеймен оны бір ыдысқа қамайды. Ішіне 1 ғана дән тастайды. 1 жыл өткен соң ашып қараса, бидайдың жартысы ғана желінген. Сүлеймен: «Әй құмырсқа, сен маған 1 жылда 1 ғана бидай дәнін жеймін дегенсің. Неге жартысын қалдырдың?» деп сұрады. Құмырсқа: «Әдетте менің ризығымды Алла береді. Ол бізді ешқашан ұмытпайтын. Аллаға тәуекел етіп, артық азық сақтамаймыз. Бұл жолы азығымды сен бердің. Сен Алла емессің ғой. Ұмытып кетуім мүмкін. Сондықтан сақтық қылып, жартысын алып қалдым» деді. Сүлеймен оның қанағатшылдығына риза болды. Бірде Сүлеймен: «Ей құмырсқа, осы сендердің түрлерің, түстерің бірдей. Бір-біріңді қалай айырасыңдар?» деп сұрады. Құмырсқа: «Ұлық Алла 6000 түрлі хайуан жаратты.
Оның 2000-ы қырда жүрсе, 4000-ы суды мекендейді. Құдіретті Құдай адам ұрпағының келбетін сан алуан етіп жаратқанда, біздерге жеке дара өң таппады дейсің бе? Менің де құлағы шұнақ, мұрны қоңқақ, көзі қыли күзетшім бар депті. Сүлейменнің күзетшінің құлағы шұнақ, көзі қыли екен. Сүлеймен тағы да сөзден жеңіліпті. Сүлеймен пайғамбар тағы бірде құмырсқаға: сенің әскерің көп пе, менің әскерім көп пе? Менің 6000 әскерім адамнан, 6000 әскерім жыннан, 6000 әскерім перден тұрады деп мақтанады. Құмырсқа: әлбетте сенің әскерің көп. Дастархан басында сенің бір нөкеріңнің аузынан түскен нан қиқымы менің 15 құмырсқама азық болады. Олардың ризығынан біз несібемізді айырамыз деді. Сүлеймен сөз төркін түсінді. Ендеше неге сен де мен сияқты күллі әлемге патша болуға ұмтылмайсың деді. Құмырсқа: ұлық Алла маған патшалыққа жердің астын берді. Жер бетінде менсіген барлық патша, батыр, бай бағлан, ел ағасы мен өнерпаз, ойшыл, білгіш құламасының бәрінің барар жері көр. Менің патшалығыма түскесін олардан өткен мүсәпір болмайды деді. Сенің жасың қаншада? Қайсымыз үлкенбіз деп сұрады. Кеше Нұх пайғамбардың кемесіне азық тасып, оның батасын алдым. Пайғамбардың сарқытын іштім. Бүгін сенің дастарханыңда отырмын. Енді ертең кіммен табақтас боларымды бір Құдай өзі біледі деді құмырсқа.